Ассалаумағалейкум достар, бұл New Sport арнасы. Достар, егер де сіздерге осындай спорт немесе UFC, MMA туралы жаңалықтар қызық болса, арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Мексикалық боксшы ауыр салмақтағы бұрынғы әлем чемпионы Энди Руис америкалық Райан Гарсияны Гервонта Дэвистен жеңіліске ұшыратқанына пікір білдірді. Жекпе-жек Лас-Вегастағы бокс кеші аясында өтіп, 7-ші раундта Дэвистің нокаутпен жеңісімен аяқталды. Гарсия үшін бұл кәсіби мансабындағы алғашқы жеңілісі. Мен Райан үшін болдым, бірақ ол жай ғана бас тартты. Мен оның бас тартқанын сеземін. Менің ойымша ол жекпе-жекте жеңіске жету үшін бәрін жасау керек еді. Біз құлаған кезде көтерілуіміз керек. Құдайдан жеңіс сұрау керек. Мен әлі де Гарсия көп нәрсе істеу керек деп ойлаймын. Ол өз өмірін қатерге тігуге мәжбүр болды, деді Руис әлеуметтік желідегі парақшасында. Гарсия кәсіпқой мансабында 23 жеңіс пен 1 жеңіліске ие болды. Джервонта Дэвис 29 жекпе-жекте 29 жеңіске жеткен. Ал құрметті достар, бүгіндікке бізде жаңалықтар осы еді. Егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп видеоға лайк басып, өз ойларыңызды комментарияда қалдырып кетіңіздер.